Кайырлуу күн. Бүгүн сиздерге Google форма дегенди көрсөткүм келип отур. Google Chrome'ду ачабыз. Ачкан кезде жогору жакта мына көп нүктөгө барасыздар. Приложение Google дегенге бассаңыздар, ошол жерде Google'га тиесилүү көп багдарламалар чыгады. Эң астына түшкөн кезде формы деп тур. Ошол формыды басамыз. Формыды баскан соң осундай окно чыгады. Создать новая форма деп басамыз. Яғни үстүнө мисалы мен сольфеджио деп коеюн. Шатасып калмаш үчүн әр формага өзүнө атоо бергендериңиз дурус. Және ең алгачкы сурак окуушунун аты жөнү. Неге? Өйткені бул формага жооп берген окуучулар ким экенин билүү үчүн сиз аты жөнүн билүүңүз кажет. Сондуктан эң биринчи алгачкы аты жөнү дегенди сурак коебуз. Және оң жакта вариант эмес, текст дегенди колдонобуз. Астыңкы жакта обязательно вопрос дегенге галочканы коебуз. Оң жак четте плюс деген бар. Плюс батырмасын бассаңыздар, астына жаңадан жол ачылат. Яғни жаңа сурак койсоңуз болот. Бул форма аркылуу сиз тест сурактарын жасасаңыз болот. Мазмундамалар, мисалы бир такырыпты алып, сол такырыпты, мисалы музыка адебияты пәнинен бир такырыпты алып, сол такырыпты жаңагыдай коргоо керек болсо, болбосо сол такырыпка байланыштуу сурактар коюлуу керек болсо, осы форма аркылуу жасасаңыз болот. Өтө ыңгайлуу багдарлама. Эмнеси менен ыңгайлуу? Бул тест сурак кылып дайындасаңыз, бул форманы силтемесин окуучуларга WhatsApp'ка жиберсеңиз болот, топко жиберсеңиз болот. Бул жерде барлык суракты вариант аркылуу жасасаңыз да болот, болмаса аралаштырып жасасаңыз да болот. Яғни мисалы бир сурак коесуз, бала өз ою менен жооп берүү керек болсо, один из списка эмес, сол жерде текст деген болот, абзац деген болот, сону тандасаңыз да болот. Және де бунун бир жакшы жери суракты сурет аркылуу койсоңуз да болот. Мисалы бир сурет коесуз, диез белгисин коесуз, бул кандай белги деген сыяктуу. Осы жерде сіздерге көрсеткім келіп тұр. Бағанадан бері вариант деп жауаптарды қосып едік қой. Бұл жерде балалар өзі жазып, өз ойын жазып, жауап қайтарса да болады. Яғни мынау оң жақтағы один из списка дегенді басасыздар да, сол жерге текст, жаңа абзац десеңіздер де болады, строка десеңіздер де болады. Абзац деген бассаңыздар, көбірек жауап сыяды, бала көбірек жаза алады. Барлығын дайындап болғаннан кейін жоғары жақта оң жақта опубликовать дегенді басасыздар. Опубликоватьты басқан кезде сіздерге осы формаға сілтеме шығады. Краткий URL дегенді бассаңыздар, сілтемені қысқартып береді. Осы сілтемені WhatsApp топтарына жіберсеңіздер болады. Енді бұл формаға кім жауап бергенін білу үшін қайтадан Google-ға кіріп, форма дегенді басып кіресіздер. Осы жерде сіз жасаған формалардың тізімдері шығады. Соған басасыздар. Жоғары жақта вопростың қасына ответы деген көріп тұрсыз. Көрдіңіздер ме? Новая форма дегенді өшіріп тастап, орнына сольфеджио деп па, бірінші екінші сынып деп ат жазып қойсаңыздар болады, өздеріңізге тез табу үшін. Жоғары жақта ответы деген тұр. Ответы дегенді бассаңыздар, қай оқушы кімнің жауап бергені көрініп тұрады. Астыға қарай түссеңіздер, тізімнің астында қай сұраққа қанша бала жауап берді, қанша пайыз дұрыс жауап берді, қанша пайыз бұрыс жауап берді, барлығын көруге болады. Осы жауаптарды тізім қылып шығарып алу үшін установить связь с таблицами дегенді басасыздар.
соны басқан кезде сіздерге Excel таблицаға осы жауап берген оқушылардың кім жауап берді және қандай сұраққа қалай жауап бергені туралы мәлімет таблица түрінде шығатын болады. Міне таблица түрінде шықты. Өздеріңізге керекше жөндеп алсаңыздар да болады, печатьқа шығарсаңыздар да болады принтерден, қағаз жүзінде, болмаса сақтап қойсаңыздар да болады.